Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, білімге бағыт арнасына қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамастан бұрын бүгін білімге бағыт арнама міндетті түрде жазылып, лайк басып, төменге пікір қалдыра кетіңіздер. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабақтың тақырыбы ана тілім ардағым, сөйлеу мәдениеті. Сабақтың мақсаты түрлі жағдаяттарда сыпайы сөздерді қолдануды үйренемін. 15-ші жаттығуға назар аударайық. Сұрақтың жауабын тауып, диалогты толықтыр. Біздің отанымыз қалай аталады? Қазақстан. Қазақстанда қандай ұлттар тұрады? Орыс, өзбек, қытай, қырғыз, ағылшын, ұйғыр, шешен және де тағы басқа ұлт өкілдері тұрады. Қазақстан Республикасы мемлекеттік тілі қай тіл? Қазақ тілі. Парталасыңмен сөйлес, яғни диалогты түс. Мәтінді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Мен тыныс алуға сәл кідірдім. Отырғандар мадақтап ала жөнелді. Ой азаматым, мынау бір өнерлі бала ғой. Қатырып оқиды екен, тамаша оқиды екен деп қолпаштап жатыр. Міне, жыр да оқылып бітті. Ой, көп жаса, бір жасың мың болсын. Өнермен сүйсінген жұрт, қане, енді қобыландыны оқышы деп өтініш жасай бастады. Мәтіннен қолпаштау және алғыс сөздері бар лепті сөйлемдерді көштеріп жаз. Бұл жерде лепті сөйлемдер: ой азаматым, мынау бір өнерлі бала ғой, қатырып оқиды екен, тамаша оқиды екен. Ой, көп жаса, бір жасың мың болсын. Қане енді қобыландыны оқышы деген сөздер лепті сөйлемдер болады екен. Үлкен кісіге, өзіңмен жасты балаға, өзіңнен кішілерге ризашылығыңды білдіруде қай сөзді қолданасың? Рахмет деп айтасың ба, әлде алғысым шексіз деп айтасың ба? Өзің қалаған нұсқаны белгілесем болады. Мен алғысым шексіз деген нұсқаны белгіледім. 17-ші жаттығуда суреттерге қара. Балалардың әрекеті дұрыс па? Олардың орнында сен болсаң не істер едің? Бірінші суретке назар аударайықшы. Автобуста отырған екі бала, және де қасында қарт кісі тұрып тұр. Енді сен олардың орнында болсаң не істер едің? Бұл балалар дұрыс жасап жатыр ма? Әрине, бұл балалар дұрыс емес, себебі үлкен кісіге қоғамдық көлікте орын беру керек. Ал екінші суретте автобусқа мініп бара жатқан бала мен оқушымен қасында үлкен әже. Бұл жерде бала әжеге жол бермей бірінші өзі кіріп бара жатыр. Ал негізінде бірінші үлкен кісіге жол беру керек, сосын барып өзі кіру керек еді. Үшінші суретте қыз бала көп кітап көтеріп баратыр, қасында ер бала соған жай қарап бара жатыр. Бұл жерде ер баланың іс-әрекеті дұрыс па? Әрине дұрыс емес. Үнемі қыз балаға көмек көрсету керек, ауыр заты болса көтерісу керек. Ал төртінші суретте екі үлкен кісінің қасында екі үлкен кісі сөйлесіп жатыр, және қасында бала олармен жағаласып сөйлеп тұр. Ал үлкен кісілер сөйлеген кезде жағаласып сөйлеуге бола ма? Жоқ, әрине болмайды. Үлкен кісілер сөйлеген кезде жағаласып сөйлемей, ол кісілерді тыңдау керек. Ол кісілер сөйлеп болғаннан кейін барып сен өз ойыңды айтсаң болады. 18-ші жаттығу: төмендегі жағдаятқа тап болсаң не істер едің? Сыныптасыңа телефон шалып едің, тұтқаны үлкендердің бірі алды. Осындай жағдайда не істейсің? Тұтқаны қоя саласың ба, әлде жолдасын телефонға шақыруды өтінесің бе? Жоқ, әлде бірінші амандасып, өзіңді таныстырып, жолдасыңды телефонға шақыруын өтінесің бе? Әрине, үшінші нұсқа дұрыс. Бірінші үлкен кісімен амандасып алу керек, кейін өзіңнің кім екеніңді айтып, телефонға өзіңнің жолдасыңды шақыруың керек. 19-ші жаттығу: суретке қарап, жол ережесін бұзуға болмайтын туралы оқушыларға кеңес беріңдер. Бірінші, жолда жүргенде өте мұқият болу керек. Екінші, бағдаршамның жасыл түсі жанғанын күту керек. Үшінші, жолдан өтерді әуелі солға, кейін оңға қарап, машина жоқтығын тексеріп алу маңызды. Жүріп жатқан машиналар жоқ болса да, бағдаршамның қызыл түсінен жүруге болмайды. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.